Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум, құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы. Менің сізге ашық хат жазу себебім, Құран сөзіндегі ақырзаман уақытысынан тұратын қазақ еліндегі ислам ғұламасы Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыру болып отыр. Ондағы мақсат әлемдегі бұзылған тыныштықты қалпына келтіру, әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтау, оларды мұратқа жетелеу. Абайдың Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейтін сөзі бар. Құран Алла сөзі. Құранда Алла тағала рухани байланысы үзілген елді қаламайды деген. Қазақ елі рухани байланысы үзілмеген Алланың қалаған елі. Құран о баста Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам арқылы араб еліне түскенімен, Алла сөзінің хикметі мен үкімін игеру, ондағы заңдылықты бекіту о бастан-ақ қазақ елінің маңдайына жазылған. Алла тағала о баста күллі әлемді адамның ақыл нұрының себебінен жаратқан. О баста күллі әлемнің өлшемін білу, оның жаратушысын тану, әлем тыныштығын сақтау адамның ақыл нұрына тұрақтайтын болған. О баста адамның сол ақыл нұрына Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам иелік еткен. Ислам ғалымдары соның себебінен ақыл нұрына иелік еткен. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламды ең ақылды адам деп танып, оны барлық жаратылыстың да, пайғамбарлардың да басы мен соңы деп атаған. Соңы деген сөз, соңғы пайғамбар деген сөз емес. Ақыл нұрына иелік еткен Мұхаммед алейхиссаламның Расул Алла деген дәрежесіне байланысты айтылған. Алла тағала о баста күллі жаратылыстың жанын жаратып, сол жандарды бейнелеп жаратқан. Атамыз қазақ о бастағы адам жанының бейнесін тұлға деген. Тұлға сөзінің түбірі тұл, оған ғалам сөздің екі әрпі қосылып, тұлға сөзін құрайды. Сонда тұл мен ғаламның бір-бірімен қандай байланысы бар деген ойға аласың. Егер Алла өз рухынан ақыл нұрын жаратып, оған күллі әлемнің өлшемін, оның жаратушысын тануды сыйдырмағанда, онда бұл ғалам басқа жан иелеріне тұл ғалам болып қалар еді. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында адамды жердің және жердегі өз патшалығының мұрагері етіп, күллі әлемге тұлға етіп жаратқан. О баста адам ғаламға, ғалам адамға өлшенген. Сондықтан әлемдегі тыныштықта, оның жаратушысын тануда, дүние тіршілігіндегі тұрақтылықта о бастан-ақ адамның ақыл нұрына тұрақтайтын болған. Исламда жаратылыстың басы Әл-Мисақтан, Құран Алла сөздің ақиқатын бекітуден тұрады. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында пайғамбарларға кітап, даналық сыйлайтындығын, кейін қолдарында кітаптың ақиқатын бекітуші пайғамбар жіберетіндігін айтып, уәде алып шарт жасап өзі куәлік еткен. Бұл алынған уәде Әл-Имран сүресінің 81 аятында жазылған. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам бұл алынған уәдені жаннан алынған Әл-Мисақ уәдесі деген. Барлық дінге ортақ Алла сөзінің ақиқатын бекіту Құранда көрсетілген. Ислам ғалымдары соның себебінен Құран кітабын барлық діни кітапты бекітуші деп атаған. Құран сөзінде Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламның келетіндігі айтылмаған. Онда Мұхаммед алейхиссалам: біз саған Құранды ақиқат бойынша түсірдік. Сен ақиқатқа сілтеуші елшісің делінген. Құранда Ахмет атты пайғамбардың, Алла сөзінің ақиқатын бекітуші пайғамбардың, нәбилердің, хәкімдердің және ақыр заманда ақиқаттың Алла тағаладан келетіндігі айтылған. Әл-Мисақ жаратылысында Алла сөзінің ақиқатын бекіту, Алланың қалауымен Мұхаммед алейхиссалам иелігіндегі ақыл нұры ақыр заманда рухани байланыс арқылы өз қызынан тараған ұрпағына берілетін болған. Ислам ғалымдары соның себебінен ақыр заманда келетін Алла сөзінің ақиқатын бекітуші пайғамбарды Мұхаммед алейхиссаламның құрметіне
имам мұхаммед әл-мағди деп атаған.